Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода денсаулыққа қатысты пайдалы 10 кеңеспен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, өз ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Бақыттың 90% дұрыс денсаулықта екенін ұмытпаңыз. Осы орайда назарларыңызға денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер тізбегін ұсынамын. Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күреседі, оны білеміз. Алайда сол бактерия мен микробтардың ішінде пайдалылар да бар. Ағзадағы жасушалар өте нәзік болып келеді. Ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе қалқанша безінің жұмысына кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы да осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар 45 градустан аспауы тиіс. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Сондай-ақ бірнеше рет қайнату арқылы ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі, суды қайнатудың орнына фильтрден өткізіп алған дұрыс. Құдықтан алынған судың да зиянды тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда. Бұл ағза үшін у болып есептеледі. Ағзаны қалпында ұстау үшін күніне 2 литр су ішу керек. Одан кем емес. Нақтырақ айтатын болсақ, әр адам өзінің 1 келі салмағына 30 мл су ішкен дұрыс. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі болса, онда күніне 2 литр су ішесіз. Ал салмағыңыз 80 келі болса, 2,5 литр су пайдаланасыз. Жаңғақты күн сайын жеуге әдеттеніңіз. Өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сондай-ақ жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады. Ең пайдалы жаңғақ деп грек жаңғағын атауға болады. Грек жаңғағының күніне 100 граммнан артық жемеңіз. Өйткені шамадан тыс жеудің де өзіндік зарары болуы мүмкін. Күнбағыс жемішкесін де аз мөлшерде пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес. Тек тісіңізді сақтау үшін оны қолмен шағыңыз. Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді. Терімізді инфекциямен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жауып тастаймыз. Сондықтан сабынды тұтынуды азайтыңыз. Оның орнына душқа арналған гель пайдаланған әлде қайда пайдалы. Үй, жұмыс, сабақ үй деп жүретін жандар үшін адреналинді арттыру керек. Мұндай қызықсыз график арқылы сіз өмірдің керемет мәнін түсіне алмайсыз. Депрессияға түсіп кетесіз. Достарыңызбен қыдырыңыз. Жұмыс пен тұрмыстағы проблемалардан әбден демалыңыз. Аттракционға барып көңіл көтеріңіз. Парашют немесе джампингтен секіріңіз. Мұның бәрі сіздің сергек әрі көңілді жүруіңізге әсер етеді. Темекіден бас тарту денсаулығыңызды ғана емес, экономикалық жағдайыңызды да жақсартады. Шылым шегуді доғару арқылы ағзаңызды көптеген зиянды заттардан қорғайсыз. Мысалы, орта есеппен адам күніне 20 шылым шекті деп есептейік. Бір пачкасы 500 теңге болса, бір айда 15 мың теңге қалтаңыздан шығып тұрады. Әр қайсысына 3 минут уақыт кетсе, бір күнде оның темекі шегуге 1 сағатын жұмсайды. Медициналық зерттеу нәтижесінде шылым адам өмірінің 7-10 жылын қысқаратыны дәлелденген. Сондай-ақ темекі шеккеннен кейінгі жағымсыз иіс өзіңізге де айналадағы адамдарға ұнамайтыны белгілі. Жылына 600 мың адам темекі шегуден келетін түрлі сырқаттардан көз жұматыны есте сақтаңыз. Құрамында канцерогені бар заттардан түгелдей бас тартыңыз. Олардың қатарына қақталған, маринадталған, консервіленген, майға қуырылған, тұздалған және натрий нитриті қосылған тағамдар жатады. 50 грамм қақталған колбасаның зияны күніне 1 пачка шылымның түтінімен тең. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтаңыз. Ұйқыңыз тыныш болу үшін бір уақытта жатып, бір уақытта тұруды әдетке айналдыру керек. Физикалық күшіңізді қалпына келтіріп, басыңызды жақсы жұмыс істеуіне ұйқының тікелей әсер ететінін ұмытпаңыз. Иммунитеттің көтеріліп, жай ғана көңілді жүрудің өзі ұйқының тыныштығынан. Жаман ойларға берілмеңіз. Ылғи позитив ойлауға тырысыңыз. Көңіл күйді түсірмеңіз. Болашаққа сеніммен қараңыз. Сонда сізде бәрі жақсы болады.
Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бүгін сіздер денсаулыққа қатысты пайдалы 10 кеңесті білдіңіздер. Видео ұнаса, пайдалы болса лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.